Сәлем достар. Сіздермен қысқаша жон. Бүгін мен сіздерге 2005 жылғы Мелиссаның интимді күнделігі атты фильм туралы айтып беретін боламын. Фильмнің басында бізге Мелисса есімді ұялшақ қыз көрсетіледі. Мелисса анасы Дариямен және әжесі Эльвирамен бірге тұрады. Эльвира темекі ұзақ уақыт бойы шеккендіктен ауру болып қалады. Мелисса анасымен аз сөйлеседі, бірақ ол әжесімен өте жақын болады. Даниэл есімді бала Мелиссаны кешкі отырысқа шақырғандықтан, ол бүгін өте қуанышты еді. Даниэл мектептегі ең танымал және бай бала, ал Мелисса оған ұзақ уақыт бойы ғашық еді. Мелисса Даниэлдің үйіне Мануэла деген досымен бірге барады, бірақ ол Даниэлмен сөйлесуге батылы бармайды. Кеште бір бала Мелиссаны суға итеріп жібереді, бірақ Мелисса жүзе алмайтындықтан суға батып бара бастады. Даниэл суға секіріп, оны судан жерден шығарып алады. Содан кейін ол Мелиссаны үйдің артына алып кетеді. Ол жерден теңіз көрініп тұрған еді. Даниэл одан отбасы туралы сұрайды. Мелисса әкесі инженер екенін және ол әрдайым шетелде болатынын айтады. Бұлар өзара сөйлесу барысында Даниэл оған ұнайтынын біліп алады, және ол оның ернінен сүйіп, үйдің артында Мелиссаны жалғыз қалдырады. Мелисса бұл жағдайға көңіл күйі түсіп кетеді. Арадан бірнеше ай өтті. Сүйіскен күннен кейін, Даниэл оған мүлдем қоңырау шалмады, бірақ Мелисса оған ессіз ғашық болатын. Оқу кезеңі басталып, Мелисса Даниэлдің назарын өзіне аударуға мүмкіндік алады. Бірақ нәтиже болмады. Келесі күні Мелисса өзінің досы Мануэламен бірге кафеге барады. Даниэл достарымен бірге сол жерге келеді. Даниэл Мелиссаны көріп, оны достарымен таныстырады. Осыдан кейін Даниэл Мелиссаны үйіне әкеліп, сол жерде онымен сүйісіп қосыла бастайды. Олар жақындасып болғаннан кейін Мелисса оған оны жақсы көретінін айтады, бірақ Даниэл мұны естігенде, оның үстінен күліп, Мелиссаны жақсы көрмейтінін айтады. Осымен Даниэл екінші рет Мелиссаның көңіл күйін түсірді. Арадан уақыт өтіп, ол Даниэлге ұқсап, өз бақыты үшін басқаларға зиян тигізетін адамға айнала бастайды. Бір күні Мелиссаның ата-анасы әжесін қарттар үйіне орналастыру керек деп шешеді, себебі оның жүрегі нашарлап кеткен еді. Мелиссаға бұл шешім мүлдем ұнамады, өйткені ол әжесіне өте жақын болатын. Олар әжесін қарттар үйіне апарып тастайды. Дария Мелиссамен сөйлесуге тырысады, бірақ Мелисса онымен сөйлескісі келмейді. Келесі күннен бастап Мелисса өзін өзгертуге бел буады. Ол Мануэламен бірге кафеге барады, және алыста отырған белгісіз адамға көздерімен қырыңдай бастайды. Бейтаныс адам онымен сөйлесу үшін келгенде, Мелисса ол жерден тұрып кетіп қалады. Шындығында Мелисса Мануэлаға оның қаншалықты өзгергенін, енді ұялшақ емес екенін көрсеткісі келген еді. Бірнеше күннен кейін Эльвира жаңа жылға үйіне оралады. Ол Мелиссаны көргенде, өмірінде өзгерістер болып жатқанын және көптеген қиындықтары бар екенін түсінеді. Ол бұл туралы Дарияға жасырын түрде айтады, бірақ ол онда ештеңе болып жатқан жоқ дейді. Бір күні Мелиссаға Даниэл қоңырау шалып, оған тосын сый жасағысы келетінін айтады. Содан кейін ол Мелиссаны үйіне шақырады. Мелисса оның алдында қорланғанына қарамастан, оның үйіне барады. Даниэл оны сүйіп бастаған кезде, ол Мелиссадан көзін жұмуын сұрайды. Сол сәтте Даниэлдің досы бөлмеге кіреді. Шын мәнінде екеуі де Мелиссамен бірге қатынасқа түскісі келген еді. Бұл туралы Мелисса білген кезде ол жерден кетіп қалады. Бірақ оған бәрібір болып қалғанын көрсету үшін ол қайтып келіп, екеуімен жыныстық қатынасқа түседі. Мелисса барлық жыныстық қатынасқа түскендерін жазып жүру үшін күнделік арнайды. Мануэл оның жасап жүргені туралы білгенде, ол мұның бәрін жасамау керек деп сендіруге тырысады. Бірақ Мелисса оны тыңдамайды. Келесі күні Мелисса мұражайға скутермен барады. Ер адам келіп, Мелиссаның жанына отырады. Мелисса оны танымаса да, онымен жыныстық қатынасқа түседі. Бірде оның сыныптасының бірі Мелиссаның күнделігін тауып алып, бүкіл сыныптың алдында оқып береді. Осыдан кейін Мелиссаның барлық қара құпиялар бәріне белгілі болды. Мелисса ашуланып, бұл жағдайда Мануэланы кінәлайды. Мануэланы өзін бір түрлі сезініп қалады. Мелисса онымен достық ара қатынасты бұзады. Мелисса барлығына өзінің толығымен өзгергенін көрсету үшін қысқа киім кие бастайды. Келесі күні Мануэла оны қарсы алдынан шығады, бірақ Мелисса онымен сөйлеспейді. Сыныпта Марка есімді бала бар еді. Ол Мелиссаны ұнататын, бірақ ол онымен сөйлесуге батылы бармайтын. Бүгін ол Мелиссамен сөйлесуге тырысады, бірақ енді сөйлесейін деп жатқанда Мелиссаға Даниэл қоңырау шалып қалады. Біраздан кейін Даниэлдің досы Арналды Мелиссаны алып кетуге келеді.
Ол бүгін Мелисаға таң қалдыратынын айтып, оны жертөлеге көзін байлап апарады. Мелисаның айналасында 4 бала тұрады, және ол осы 4-еуіне де өзін береді. Келесі күні кешегі жағдай бүкіл мектепке тарайды, және барлығы Мелисаның жезөкше екенін біледі. Осыдан кейін Мелиса өзіне танысу сайтын ашып, көптеген белгісіз жігіттермен сөйлеседі. Мелиса осы сайттан бір ер адамды тауып, онымен ұзақ әңгіме айта бастайды. Содан кейін ол Мелисаны қонақ үйіне шақырады, ал Мелиса сол жерге барады. Біраздан кейін Дарияға қарттар үйінен қоңырау шалып, әжесінің денсаулығы жақсы емес екенін айтады. Мұны естіген Дария бөлмеге Мелисаны іздеп келеді, бірақ ол жоқ. Дария қызының күнделігін бөлмеден тауып алып, өзімен қарттар үйіне апарады. Дария күнделікті оқып отырып, қызының барлық құпиялары туралы біліп қояды. Сол кезде Дарияның жанына ер адам келіп, әжесінің қайтыс болғанын айтады. Дария сол жерде жылай бастайды. Бұл кезде Мелиса белгісіз адамның бөлмесіне келіп, қорапшада тұрған киімді көріп, рұқсатсыз киіп алады. Біраз уақыттан кейін ол адам бөлмесіне келіп, Мелисаны көргенде қатты ашуланады. Мелиса барлық көйлектердің араластырып киіп алған екен. Ер адам онымен рөлдік ойындар жасағысы келетінін айтады. Мелиса ер адамды сабай бастайды. Ер адам Мелисаны қатты ұра бастайды. Бұл жағдайдан қатты қорыққан Мелиса қандайда бір жолмен қонақ үйден қашып кетеді. Содан кейін ол үйіне келеді. Анасы қызының бөлмесінде отырған екен. Дария Мелисаға әжесінің қайтыс болғанын айтады. Мелиса жылай бастайды. Дария Мелисаның киімін көргеннен кейін, қайдан келгенін түсініп, оған ештеңе демейді. Біраз уақыттан кейін Дария Мелисадан күнделігін көрсетіп, бұл жерде жазылғандардың бәрі өтірік шығар деп сұрайды. Бірақ Мелиса бұның бәрі шындық екенін айтады. Екеуі де жылай бастайды. Дария Мелисадан оған жақсы күтім жасамағаны үшін кешір сұрайды. Және бүгіннен бастап ол анасымен барлық жағдайды бөлісе алатынын айтады. Уақыт өте Мелиса өзінің бастапқы өміріне қайтып келе жатқандай болады. Бүгін оның мектептегі соңғы күні. Ол Мануэланың үйіне барып, екеуі мектепке бірге барады. Келесі көріністе Арнольд пен Даниэль мектепте ұрсып жатады. Себебі Арнольдтың жүріп жүрген қызымен Даниэль қосылып жүргенін біліп қойған еді. Даниэль Мелисаны көріп, оны тоқтатуға тырысады. Бірақ бұл жолы Мелиса оны тыңдамайды. Мелиса емтихан нәтижелерін тексеруге барады, және Марконың емтиханнан өте алмағанын көреді. Марко Мелисаның жанына келіп, өзінің сезімдері туралы айтады. Марко онымен бірге өнер мектебіне түсетінін айтады. Осыдан кейін Даниэль Мелисаға барып, оның үйінде бүгін кеш болатынын айтады. Мелиса барудан бас тартады, бірақ кейінірек ол келіседі. Сол күні кешке Мелиса Мануэламен бірге кешке барады, және Даниэльді көреді. Біраз уақыттан кейін Мелиса артқа аулаға шығып, теңізге секіріп кетеді. Біз Мелисаны өте бақытты және қуанышты күйде көреміз. Арадан біраз уақыт өтіп, ол анасымен бірге әжесінің қабіріне барып, қабірге гүлдер қояды. Содан кейін Дария Мелисаны құшақтайды. Бұл көріністен біз, олар енді бір-біріне шынымен жақын екенін көреміз. Фильм осы жерден бітеді. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видео ұнаған болса арнаға жазылып, лайк басып қолдау білдірулеріңізді сұраймын. Келесі кездескенше.